Тағала өте ауыр аяттарды бізге жіберіп жатыр. Кімде-кім менің Құранымнан бетін бұратын болса, онда оның өмірі таршылық болады дейді. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Оның өмірі таршылық болады. Неге біз кедей боламыз, немесе бай болсақ та әйтеуір бір жетпейді, таршылықта өмір сүреміз? Өйткені біз Құран оқымаймыз. Егер де біз Құран оқитын болсақ, әрқашанда Құранмен шұғылданатын болсақ, біздің өзіміздің әдетімізге Құранды енгізетін болсақ, бізде таршылық болмайды. Алла субхана ва тағаланың өзі айтып жатыр. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Оның өміріне мен таршылық беремін дейді. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Қиямет күнінде мен оны соқыр қылып тірілтемін дейді. Ойлап қараңызшы. Сонда қиямет күнінде ол айтады дейді. Қала Рабби, лима хашартани а'ма. Я Раббым, неге сен мені соқыр қылып тірілттің? Уақады күнту басира. Мен көруші едім ғой. Неге сен мені соқыр қылып тірілттің дейді. Қиямет күнінде соқыр болып тірілетін адамдар бар екен. Қараңыздаршы. Соқыр болып тіріледі, ол болды, ол қалай тірілді, ол солай қалады, мәңгі қалады солай. Ол мәңгі бақи, мәңгілік өмірінде ешқандай не істей алмайды, көзі көрмейді. Ол айтады дейді, Аллах Тағала айтады дейді. Қалай саған аяттар келді, сен сол аяттарды ұмыттың, тура сол сияқты. Кәдәликәл яума тунса. Бүгін сені де ұмытады.